Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қыстық соғым, яғни жылқы етін осып тұздаймыз және қазы даярлайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіміз осындай әдемі болып шықты. Енді қабырға етінен қазыны жасау үшін қазының етін бөлек алып аламыз. Керек емес бездерін, майда-майда сүйектерін бөлек алып тастайтын боламыз. Енді етімізді тұздайтын боламыз және осатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етті соңына дейін оспайсыз, яғни орталарын тілім-тілім қылып ашасыз. Тұздалған кезде ет барлық жағына сіңу үшін. Сүйекті де етті жерін осылай осып аласыздар. Тұздаған кезде әркім өз қалауы бойынша тұздаса да болады. Қазіргі көріп тұрған етте бізде ортасына осылай пленка шықты. Осы пленканы бізге қажеті жоқ, артық жерін алып тастайсыздар да ары қарай ортасын тіліп оса бересіздер. Қалған еттің барлығын дәл осылай осып, керек емес жерлерін, яғни бездерін алып тастаймыз да тұздап қоямыз. Ал қазының еті мен бөлек ыдысқа салып алдым. Оны мен видеода көріп тұрғандарыңыздай әбден тұздадым, яғни етке тұзы сіңсін деп бір күнге қойып қойдым. Ертесіне суы шығады, суын төгіп тастап қазыға салатын боламыз. Сонымен қазының еті тұздалды. Мынау қуырдаққа деп алып қалдым. Бауыры. Келесі ыдыста менде тұздалмаған еттер, ол фаршқа. Ал мынау тұздалған еттер. Енді ішек қарынды тазалап жуамыз, яғни ішекті, қазының ішегін тазалап жуып, қарынды да тазалап жуып аламыз. Ертесіне дайын болған қазының етіне чеснокты салып, яғни сарымсақты салып, осылай әбден араластырамыз. Дайын болған тазаланған ішекті осылай ағашпен бекітеміз, немесе жіппен жақсылап байлап, дайын болған қазының еттерін осылай салатын боламыз. Көп болған жағдайда қазыларыңыз баклажка арқылы салсаңыздар болады. Менде бір-екеу болғандықтан осылай қолмен салдым. Әрі қарайда қазының ішіне етті салып, осы ішектің ішін толтырамыз. Менде осындайдан 3 шықты, яғни 3 қазы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фуд каналына тіркеліңіздер.